Ассалаумағалейкум ардақты Алаш жұрты. Әйгілі Абайды шәкәрімді туған тарихи қала Семейдеміз. Баршаңызға Семейден сәлем. Бұл Семейде Алаш орда алғаш үкімет құрған. Сол себептен бұл тарихи қаланың тарихына терең бойлау әрбір азаматтың меніңше парызы. Ендеше сол парызды алға тартып біз арнайы Семейге ат басын бұрдық. Семей Шығыс Қазақстан облысының ең ірі қаласы. Ертіс өзенінің бойында орналасқан әсем шаһардың іргетасы 1718 жылы салынды. Әдебиет пен мәдениет, өнер және ғылым қайраткерлерінің отаны болған қалаға 2018 жылы 300 жыл толды. Семей Түрксіб теміржол магистралінің бойында орналасқан ірі жол торабы. Қазақстанның оңтүстік және шығыс аймағын Ресей елімен байланыстырады. Сондай-ақ мұнда өзен порты жұмыс істейді. Ал қала орналасқан жердің қыртысы жазық дала, табиғаты таңғажайып. Әсемпаз болма әрнеге, өнерпаз болсаң арқалан. Сен де бір кірпіш дүниеге, кетігін тапта бар қалан. Қазақты ойлаған, ойшыл, дана, бір туар ақын Абай Құнанбайұлы дәл осы Семей қаласында туып, алдымен ауылдағы Ғабитхан молдадан дәріс алса, 10 жасқа келген соң Семей қаласындағы Ахмет Риза мешітіне келіп дәріс алған екен. Оқуын ауыстырудағы мақсат ауылдағы Құнанбай әкесі мықты философ, ойшыл ғалым Ахмет Риза атты кісіден өз баласының дәріс алуын артық көрген екен. Ендеше сіздердің көріп тұрғаныңыз мінекей Ахмет Риза мешіті. Бұл мешітті келіп көргенде арманда, көрмегенде арманда деп айтар едім. Өйткені көрген адам шіркін-ай, сол кездегі абайлармен қатар туып, дәл осы мешітте, дәл осы медреседе мен де білім алсам екен деп армандар еді. Көрмеген адам шіркін-ай, Бекзаттың дәл осылай келіп аяқ басқанын мен де келіп көрсем ғой деп армандар еді. Ендеше армандарымыз бәлкім орындалар. Ахмет Риза мешітіне бірге қадам басайық. Бисмилля, табалдырықтан аттайық. Ахмет Риза мешіті дәл осы табалдырықтан бірнеше жыл бұрын, ғасыр бұрын тіпті Абай атамыз осылай қадам басып аттап бұл жерден Абай атамыз Шәкәрім, Мұхтар, Ахмет, Мағжан, Әлейхан, Маршах. Ескі Семейдің көрінісі, ескі мешіттің көрінісі. Мінекей кезіндегі Ахмет Риза мешіті міне. Мұнараны көрдіңіздер? Жалғызта мұнара. Бұл Семей қаласының артықшылығы. Әрине Семейге әрбір ат басын бұрған кісі Абайдың бір өлеңін оқымаса, Абайдың бұл киелі шаңырағына ат басын бұрмаса, бұл Семейге ат басын бұрғандағы үлкен мақсаттың орындалмаған деп мен есептер едім. Сол себептен егер де Семейге келсеңіз міндетті түрде осы мешітке соғып, Абай атамыздың сол кездегі сезінгенін сіздер де сезініңіздер. Міне, қымбатты достар, қазір біз осы медресенің баспалдағымен жоғары қарай көтеріп келеміз. Бұл баспалдақпен Абай 10 жасында жоғары көтерілген. Күмбез манаға сырттағы қараған көрінісі Ахмет Риза мешітінің осы күмбезіне жоғарыдан арнайы көргіміз келеді.
Мінекей, бұл мұнарадан қарасаңыз Семей қаласы кәдімгідей көрінеді. Абайдың шыққан мұнарасына, Абайдың шыққан биігіне мен де шыққандай болып тұрмын. Бұл Семей қаласы, бұл Абай дәріс алған мешіт. Құрметті алаштықтар, бүгіннен бастап Алашорда үкіметінің құрылғанын мәлімдеймін. Жасасын Алаш. Озық ойлы қазақ зиялылары 1917 жылы 21-26 шілде аралығында Орынборда бірінші жалпы қазақ съезін өткізді. Осы құрылтайда қазақ елінің мүддесін қорғайтын Алашорда үкіметі құрылды. Сол жылдың 5-13 желтоқсан күндері Орынборда екінші бүкіл қазақ құрылтайы өткізілді. Осы жиында Алаш астанасы Семей қаласы болып бекітіліп, ол Алаш қаласы деген жаңа атауға ие болды. Осылайша Алашорда басшылығы сол кездегі Алаш бүгінгі Семей қаласына 1918 жылдың наурыз айында көшіп келді. Уездік съезге келетіндер мына ғимаратқа толығымен сиятын шығар. Әлбетте. Әбеке, губернатордың үйін сатып алып, есігін көпшілікке ашу екінің бірінің қолынан келе бермейді. Бұл шаһарда Алаш қайраткерлерінің аялы алақандарының табы, қолтаңбалар қалған тарихи орындар аз емес. Мұнда Алаш арыстары тұрған, жұмыс істеген, кездесу өткізген, келіп кетіп жүрген ғимараттар сақталған. Соның ішінде Әлихан Бөкейхановқа тікелей қатысты ғимараттың бірі де бірегейі, әуелді губернатор үйі, кейін 20 ғасырдың басындағы төңкеріс жылдары Бостандық үй деп аталған ғимаратқа келдік. 1917 жылы тап осы жерде 21 қазанда Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов семейлік қазақтармен жиын өткізіп кездескен еді. Сұлтан-Махмұд Торайғыровтың сол жылы жазған, желтоқсанда жазған мақаласында Әлиханмен кездесуге ағылған халықтың қарасында есебі жоқ. Мұнда байлар да, қарапайым халықтар да, егіншілер де, шаруа қорлар да барлығы да болды деп айтады. Ендеше кезіндегі Бостандық үйі, яғни Алаш үкіметі халықпен кездесу өткізген, осында өздерінің құрылтайларын өткізген үйі Бостандық үйіне біз де келдік. Бұйырса Бостандық үймен бірге танысайық. Бекзат айналайын, енді Семей тарихи қала ғой. Семейде Алаштың туы тігілген жер. 18 жылы осы жерге Орынбордан Алаш үкіметі көшіп келіп орнады. Бөкейханов бастаған. Сосын мына шілде айында жұмысқа кірісті. Енді сонда біз айтамыз, Алаштың шын мәнінде мақтанамыз, бір жағынан жаңағы рухымыз көтеріледі, Алаштың ізі қалған дейміз. Алаштан қайраткерлердің жаңағы үлкен істерінің жаңағы жаңғырығы әлі осы жерден кетпегенде соны шын мәнінде айтамыз. Оны елде дұрыс дейді. Жалпы осы Семейдегі осы Бостандық үйінде Алашорда үкіметінің көсемі Әлихан Бөкейханов осы семейлік қазақтармен жиын кездесу өткізген. Енді ол кездегі не айтылған? Мына қандай мәселені айтты? Алаш қозғалысы туғанда. Ана қарқаралы петициясында не жазды? Сол қазақтың жан айғайы ғой. Жерді алып жатыр жаңағы. Қазақтың жаңағы жер тарылуда, өзі көшпенді халық. Сондықтан осы мәселе, сосын дін мәселесі, ағарту мәселесі, тіл мәселесі. Сол кезде шетін ол кісілер байқаған. Қатты алаңдаулы. Сондықтан мүфтият ашу мәселесі сол кезде көтеріле бастаған жеке қазаққа. Көрдің. Ей, тар заман, тар заман. Міне қымбат достар, біз Семей қаласындағы кезіндегі Алаш үкіметі тұрақтаған үйге келдік. Бұл үйде Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Нұрмұхамедұлы Бөкейханов, Міржақып Дулатұлысың да Алаш үкіметінің зиялылары осы үйге тоқтаған екен. Қазір осы үймен танысып өтейік.
үстел, қолжазбалары. Ахмет Байтұрсынұлының кәдімгі өзінің жазған қолжазбалары екен. Сол күйінде сақтаулар 1929 жылы жазған қолжазбалары. Арасында алаш деп соққан жүректер үшін үлкен бір құрметке татарлық. Бүгінде қазақ елінің қаһармандары, батырлары, қазақ ел үшін шырылдаған ерекше жандар болып тарихта қалып. Құдайға шүкір артында өскелең ұрпақ. Міне мен қызықтап, сіз қызықтап көріп отырсыздар. Оның өзі алашордалықтар үшін қаншама теккен төрдің босқа кетпегендігі. Осында келіп, сол бабаларымыздың жатқан төсегін, ішкен ыдысын көріп, бір ерекше әсер алған. Бабаларымыздың жатқан жерлер жайлы болғай. Алаш зиялылары аялаған Семей осылайша күннен күнге дамып үлкен жетістіктерге жеткен еді. Алайда қуанышы ұзаққа бармады. 40-шы жылдардың ортасында 18500 шақырым ауданда алып жатқан жер ядролық полигонға айналды. До взрыва осталось 3 секунды. 2 секунды. 1 секунда. Взрыв. Абралы ауданы таратылып, көптеген тұрғындар өзінің ата-бабалары тұрған жерлерін тастап кетуге мәжбүр болды. Кеңес үкіметі ядролық полигонның 40 жыл жүргізген сынақтары жергілікті халықтың денсаулығы мен өңір табиғатына кері әсерін тигізді. Тек 1991 жылы еліміздің президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз жарлығымен ядролық алпауытты жапты және жабық қала мәртебесі алынғаннан кейін Семей екінші рет дүниеге келгендей болды. Бұл күнде полигон жабық және Семей ядролық полигон құрбандарына арналған үлкен ескерткіш қойылған. Бүгінгі Семей қаласы инфрақұрылымы дамыған, кең алқапты саябақтар мен көрікті мекендерге бай еліміздің тарихи және мәдени орталықтарының бірі. Семейде 1910 жылдан бастап Қазақстандағы алғаш су құбыры пайда болды. Ертіс жағалауындағы насос станциясының ғимараты бүгінгі күнге дейін сақталған. Ал біздің келесі нүктеміз Шығыс Қазақстан облысындағы ірі Шөлбі гидроэлектростанциясы. Шөлбі су қоймасындамыз. Бұл Семей қаласынан 70 шақырым қашықтықта. Осы Шөлбі су қоймасынан бүткіл Семей, Өскемен сусында отыр. Осы Шөлбі су қоймасына су келіп, Ертіс өзеніне, яғни келіп құйып, осынан тазартып, сонан кейін қайтадан қалаға осы жердің суын жібереді. Әрине, бұл Ертіс өзенінің ағысымен қалаға энергия келеді. Бұл жарық. Біз естеріңізде осы 2017 жылы Астанада айтылған үлкен бір тақырып қозғалды. Экспо 2017 болашақтың энергиясы деген тақырыпты қозғасақ, сол энергияны біз қайдан аламыз? Жалпы жел, су, ауадан аламыз деген біз. Яғни желдің қатты ұйытқуы арқылы біздер энергия алатын болсақ, бұл жерде судың күшінен, судың толқынынан, судың ағысынан, яғни энергия алады. Сол энергияны бүкіл Семей қаласына қазір таратып отқан жайы бар. Шөлбі су қоймасы бұл да бір Семей қаласының ерекше орындарының бірі. Әрине, кез келген адамға мұнда кіруге мүмкіндік бере бермейді. Ол үшін арнайы хат жазу керек, ол үшін арнайы соғу керек, әкімшілікке кіру керек. Әрине, әлегі көп. Бірақ дегенмен сол әлекке келіп қарауға тұрарлық бір ерекше табиғаты керім жерлердің бірі. Міне Шөлбі су қоймасы.
Міне қымбатты достар, біз Семей қаласындағы тек қана рухани, мәдени, әдеби нәрселермен танысу емес, бұл жерге келгендегі мақсатымыз сонымен қатар бұл облыстың, бұл қаланың әлеуметтік экономикалық дамуы жайында да сөз қозғағымыз келеді. Жалпы Қазақстандағы бірден бір автобус өңдеу, құрастыру зауыты бұл Семей қаласында. Оны білетіндер де, білмейтіндер де өте көп. Сол себепті хабарымызға қосуды жөн деп санадық. Ден бастап завод істеп жүр. Жұмыс істейді, иә? Мұнда қанша кісі жұмыспен қамтиды жалпы завод? 80-ге 80 адам ғой? 80 адам. Шама 80-ге жуық адамды жұмыспен қамтып отыр, иә? Жалпы бір көлікті жасап шығару үшін қанша уақыт кетеді сіздерде? План бойынша ғой. Бір жарым автобус. Планға байланысты ғой. 1,5 автобусты шамамен бір күннің ішінде 1,5 автобус яғни дайын болады сізде, иә? Мықты. Соған қарағанда жұмысыңыз қатты қызу сияқты. Жалпы айтыңызшы, осы жасалған автобустарды шетелге экспорт жасайсыздар ма? Жоқ, әзірше Қазақстан ішінде ғана, Қазақстан қалаларында Атырау, Ақтау, Павлодар, Астана, Алматы. Сол қалаларға дайын болған көлікті жіберіп отырасыздар. Солай ғой. Әзірге болашақта жалпы шетелге экспорт жасау ойда бар ма? Иә. Алдыңғы жылы бір автобусты Москваға апарғанбыз сертификацияға. Россияға шығу үшін, российский рынок. Пока ол жақсы баға алды, иә? Жалпы енді автобусты көріп жатырмыз ғой, мына артымызда бейнелердің. Қандай маркалы автобустар нақты айтқанда сіздер шығарасыздар? Так, қазір Ақтау қаласына, Атырау қаласына городской автобус жинап жатырмыз. Қала ішінде жүретін, иә? Иә. Қоғамдық көлік? Иә, маркасы БС 211 MI деген. Ол мына көлік қой? Иә, осы көлік қой. Ақ автобустар маркасы 106, ол вахтовый пригород. Соған арналған, иә? Яғни екі нұсқадағы автобустарды қазір әзірлеудесіз. Жалпы бұл зауытта тек қана автобустар шығарыла ма, жоқ сонымен қатар тағы да бір қандай да бір көліктер жасайды ма? Автобус, газель. Автобуста 45 жолаушыға арналған орын бар. Бұл қала аралық көлік болып есептеледі. Жалпы бұл автобусты ең алдымен дайын болғаннан кейін тест-драйв жасалады. Көріп отырсыздар, рөлі өте жеңіл, жүруге ыңғайлы. Бұл автобустың объемы 7 деп айтты. Жалпы бұл қоғамдық көліктің біздің елімізде жасалғаны бұл үлкен қуаныш. Түйінін айтқанда Семей болашағы зор, әлеуметтік экономикалық тұрғыдан дамыған, ал тарихы қазынаға толы екендігіне көз жеткіздік.